Ассалаумағалейкум қадірменді достар, бүгінгі бағдарламамызда біз жаңа туылған нәрестеге бір жолғы жәрдемақы және бала 1 жасқа дейінгі жәрдемақыларды алу үшін өтініш берудің тәсілін көрсетеміз. Бұл өтінішті әрине халыққа қызмет көрсету орталығына барып, немесе онлайн egov.kz порталынан беруге де болады. Енді біз сіздерге әрине оңай жолын ұсынамыз, бағдарламамыз онлайн, сондықтан да онлайнда оңай болсын деп барлық жұмысты онлайн платформада көрсетуге әрекет жасаймыз. Енді қараңыздар, бізге ең басты керек дүниелер, мына дүниелер ескеріңіз. Egov порталына кіру үшін сізде ETSK кілті болу керек, немесе бір жолға жасырын сөз арқылы кіруге де болады. Бірақ осындай мемлекеттік қызметтерді атқару үшін бізге ең керегі ETSP кілті. ETSK дейді ғой, электронды цифрлы қолтаңба. Сол қолтаңбаңыз болса болды. Және ескеретін дүние, айта кетейік, хабарымыздың басында, баланың бір жолға жәрдемақысын тағайындайтын кезде анасының ETSK кілті арқылы беру керек. Кім декреттік демалысқа шықты, сол кісінің атынан осы жолдамаға өтініш беріледі. Яғни анасы баласының атынан өтініш береді. Себебі анасы үйде отыратындығы үшін. Ал егер тағы бір ескеретін дүние бар, егер әкесі декреттік демалысқа шығамын деп шешсе, онда балаға осындай жәрдемақыны тағайындауды әкесі жүзеге асырады. Яғни әкесінің атынан өтініш беріледі. Осы дүниені ескеріңіздер, кейде әкесінің атынан ETSK кілтін беріп жатса, онда әкесінің демалысқа шығуына тура келеді. Сол үшін біз анасының атынан баланың бір жолғы жәрдемақысы және ай сайынғы берілетін жәрдемақысын тағайындауымыз керек. Egov порталына кірдік, міне egov.kz порталы. Енді осының ішіне бірден біз ETSK кілтіне кіріп аламыз. Кіру деген батырманы, одан кейін әрине ETSK кілті, сертификатты таңдау. Міне жоғары жағында аты жөніміз шықты. Енді ары қарай атқарылатын жұмыс. Бұл енді балаға жәрдемақыны тағайындау өте танымал қызмет түрі, сондықтан да сервистер деген бөлім бар. Сәл астына қарай жылжытып түсеміз. Танымал қызметтер деген бар. Соның ішінде қарасаңыздар, міне екінші қатарда бала туғанда берілетін және бала күтімі бойынша жәрдемақыларды тағайындау деген қызмет бар. Осы қызметтің үстінен басамыз. Міне онлайн сұрау дегенге автоматты шығады. Енді біз мына сары белгі онлайн сұрау дегенді басамыз. Бөлім ашылды. Енді бірінші, назар аударыңыз, сіз келесі мекен-жай бойынша тіркелгенсіз дейді. Алматы, Медеу ауданы. Өтініш көрсетілетін ауданның бөліміне жіберілетін болады. Сіз растайсыз ба дейді. Яғни біздің тұрғылықты мекен-жайымыз бойынша тіркелген жерге бұл өтініш барады. Растайсыз ба? Әрине, растаймыз. Растаймын. Енді міне екінші қадамға өттік. Енді осы жерде отбасы мүшелерін енгізіңіз дейді. Енді отбасы мүшелерін қосу деген бар. Енді жәрдемақы сіздің балаларыңыздың санына қарай еселене береді. Бірінші балаға аздау, екінші балаға одан көптеу, үшінші балаға одан да көптеу еселенеді. Сондықтан да алғашқы балаларды қосуды ұмытпауымыз керек. Енді отбасы мүшесін қосу дегенді таңдаймыз. Туған баласы, мына жерде отбасы мүшелерінде 4 бөлім бар. Туған баласы, басқа некеде туылған екінші ата-ананың баласы, қамқорлыққа алынған бала, жұбайы деген бар. Мына жерде туған баласы. Енді осы жерге баласының жеке сәйкестендіру нөмірін жазу арқылы анықтаймыз. Жеке сәйкестендіру нөмірі бойынша міне бір бала табылды. GSM бойынша туу туралы мәліметтер алу дегенді басамыз. Қостық, міне бірінші бала қосылды. Енді бізге екінші баланы қосуымыз керек тағы да. Отбасы мүшесін қосу тағы да. Енді екінші бала, біз осы бала, мен қазір тіркейін деп жатқан бала, негізгі жәрдемақыны алатын 21-ші жылы туылған бала. Міне, біз жәрдемақы алайын деп жатқан жаңадан туылған бала, аты жөні шықты. GSM бойынша туу туралы мәліметтерді алу дегенді тағы да басамыз. Енді міне, осы баланы жазған кезде, бірінші баланы жазған кезде дәл осындай шыққан жоқ, бірден қосылып кеткен еді. Енді отбасы мүшесін қосу деген кездегі осы баланы жазған кезде, міне қараңыздар, осы балаға төлемдерді тағайындауды өтінемін деген арнайы бір бөлім пайда болды, белгі қоятын.
Міне сол үшін де ең бірінші туылған баланы, одан кейін туылған баланы жазып аласыз да, ең соңында жәрдемақыны тағайындайын деп жатқан баланы ең соңғы болып жазамыз. Енді осы балаға төлемдерді тағайындауды өтінемін дегенді басамын. Бұдан әрі деген батырманы басамын. Енді бұдан әрі деген батырманы басқаннан кейін қараңыздар, жәрдемақы түрін таңдаңыз деп шығады. Осы жәрдемақы түрін таңдаңыз дегеннің үстін басамыз. Міне, баланың тууына байланысты жәрдемақы, сосын бала 1 жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша берілетін әлеуметтік төлемдер, және үшіншісінде баланың тууына байланысты жәрдемақы, және бала 1 жасқа толғанға дейінгі күтімі бойынша берілетін әлеуметтік төлем деген екеуінің қосындысы біріктірілген тағы бір бөлім бар. Яғни бізге бала туылған кезде берілетін бір реттік жәрдемақыны да, және ай сайын 1 жасқа дейін беріліп отыратын жәрдемақыны да алуымыз керек. Сол үшін де екеуіне бірден бір оқпен екі қоян атқымыз келеді былайша айтқанда. Енді бізге екеуі де керек, сондықтан да екеуіне бірден өтініш жасаймыз. Оны бастым. Бұдан әрі деген батырманы басамын. Міне, балалар туралы ақпараттар берілді. Енді мына жерде отбасы мүшелерін енгізіңіз деп тұр ғой, туған баланы және жұбайын ескере отырып, отбасында бірге тұратын балалар дейді. Яғни жұбайында барлығын осы жерге қосамыз. Міне қараңыздар, отбасы мүшесін қосу деген жерде күйеуінің де JCN-ін қостық. Міне, енді қараңыздар, міне, екі баласының аты жөні мына жерде. Одан кейін мына жерде қараңыздар, әкесінің аты жөні толықтай енгізілді, және жаңа туылған бала туралы мәліметтер енгізілді. Енді бұдан әрі деген батырманы басамын. Бұдан әрі. Міне, үшінші қадамға өттім. Енді мына жерде банктың нөмірін енгіземіз. Банк шотыңыздың нөмірін жазыңыз деп тұр. Көп адамдар шатастырады. Сіздің банктың картаңыз бар ғой, карточкаңыз. Соның ең сыртында жазылып тұратын ол картаның нөмірі деп айтылады. Ал енді реквизиттердің ішінде айбан нөмірі деген болады, ол KZ деп басталады. KZ деп басталатын сол сіздің шот нөміріңіз деп есептеледі. Оны әртүрлі банктердің мобильдік қосымшаларының ішінен реквизиттер деген бөлімі бар. Сол жерден алсаңыз болады, немесе банктен хабарласып сұрай аласыз. Енді біз мына жерге сол банктың шот нөмірін жазамыз. Ол KZ деп басталады, естеріңізде болсын. Міне, айбан нөмірімізді жаздық. Қараңыздар, ескерте кетейін тағы да. Халық банкі және Қазпошта екі банкті таңдау керек. Енді біз Халық банктың айбан нөмірін жаздық. Енді қатесіз, асықпай тексеріп жазыңыздар. Бір әріптен, бір саннан қате кетіп қалса, онда ақша түспей қалуы мүмкін. Сондықтан да 7 рет өлшеп, 1 рет кес дегендей 2-3 рет қайталап тексеріп алып, содан кейін барып қол қойып өткізген дұрыс. Енді қол қойып тексеру дегенді басамыз. Қол қойып тексеру. Енді қараңыздар. Біз енді цифрлы қолтаңба өзімізде бар, соны таңдаймыз. Енді осының ішінде ақпарат тасымалдағыш. Қол қоятын кезде міндетті түрде бір қызметті өтінішті атқарып, ең соңында қол қоятын кезде RSA-ны таңдаймыз. RSA таңдадық. Шықты подписать. Подписать дегенді бастық. Банктағы шотымыз туралы дәлелденгеннен кейін біз бұдан әрі деген батырманы басып, келесі бөлімге өтеміз. Енді осы жерде жаңағындай тағы да екі түрлі тәсілмен қоюға болады. Енді біз цифрлы қолтаңбаны таңдаймыз. Енді RSA-ны таңдаймыз тағы да, одан кейін қол қоямыз. Міне, подписать. Қолымызды қойдық. Қызмет туралы мағлұматтар шықты. Міне, сұратуды берген уақыт, одан кейін қызмет көрсету мерзімі дейді. Бұлай дейді. Баланың туу және күтімі бойынша жәрдемақысы 7 жұмыс күні, күтім бойынша әлеуметтік жәрдемақы 8 жұмыс күні тағайындалады дейді. егов порталы арқылы
жаңа туылған балаға бір реттік және ай сайын беріліп отыратын жәрдемақыға қалай өтініш беру керек екенін сіздерге толықтай көрсеттім. Енді осы тәсілмен өзіңіз үйде отырып өтінішті бере аласыз. Сол сияқты осы өтінішке сіз егов мобайл дейтін қосымша арқылы да өтініш беруіңізге болады. Бүгінге осы, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.